Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді үй жағдайында сырок жасаймыз. Ең алдымен сүзбеге жұмсақ сары май және қант ұнтақ қосамыз, яғни сахарная пудра. Блендермен біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Біз екі түрлі сырок жасаймыз, сол үшін осы массаны теңде екіге бөлеміз. Бір бөлігіне кокосовые стружки қосамыз. Ванильная паста немесе экстракт қосамыз. Массамызды жақсылап біркенше араластырамыз. Екінші бөлігіне ерітілген шоколад қосамыз. Менде темный шоколад, сонымен дәмді болады. Микроволновкада немесе водяная баняда ерітіп, екінші массамызға қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы екі массаны екі бөлек кондитерлік қалташаға саламыз. Ешқандай форманы қолданбаймыз. Бірден осы кондитерлік қалташадан формасын шығарып, пергамент қағазына сығып шығамыз. Пергамент қағазының астына бірден теп-тегіс тақтай, немесе подложка, кардон қойып алыңыздар, мұздатқышқа салуға ыңғайлы болу үшін. Мінекей осылай барлығын сығып дайындап алғаннан кейін мұздатқышқа 5-6 сағатқа қатқанша қойып қоямыз. Енді қатқаннан кейін сыртындағы глазурын дайындаймыз. Ол үшін бізге темный шоколад және какао масло керек. Әр қайсысын бөлек ертіп аламыз. Егер де сізде какао масло жоқ болса, сұйық майды қолдансаңыздар болады. Какао масло не үшін қажет? Сыртындағы глазурі біздің қытырлақ болу үшін какао маслоны қолданамыз. Осындай шпажканы қолданамыз. Қатып тұрған сыроктарымызға бұрап кіргізіп, жаңағы глазурымызға батырамыз. Тез батырып алыңыздар, қап-қалың болып кетпесін. 2 рет аунатсаңыздар болғаны. Жаңағы қолданған пергамент қағазына қосаңыздар болады, немесе басқа пергамент қағазына әдемілеп қатарынан қойып шығамыз. Бірден қататын болады. Өйткені біздің сыроктарымыз жаңа ғана мұздатқыштан шықты. Сол үшін тез қатады. Қалған шоколадымызға туралған, ұсақталған арахис қосып араластырамыз. Екі түрлі сырок жасағандықтан екеуін айыру үшін біреуіне арахис немесе вафельный крошки қоссаңыздар болады. 2 рет осылай аунатып, сыроктарымызды осылайша дайындап аламыз. Артық глазурды осылай ағызып тастаңыздар. Пергаментке қойғаннан кейін шпажкамызды бірден алып тастаймыз. Сыроктарымыз дайын болды. Енді ішкі бөлігін сіздерге көрсетейін. Өте керемет дәмді болып шықты. Өте тез дайындалады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Тіпті өздеріңіз таласып жейсіздер. Мінекей қараңыздар, іші қандай керемет. Табиғи, ешқандай қоспасыз үй жағдайында сырок жасауға кеңес беремін. Ас болсын. Сіздермен болған Балжан Канафина, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Наслаждайтесь рецептом. Это очень вкусный сырок. Делайте такой.